Өтеулі қызметтер көрсету шарты. Смарт ену жүйесінде өтеулі қызметтер көрсету шартын қалыптастыру үшін қызметкерлерді басқару бөлімі немесе басқа бөлім басшылары жүйеге кіріп, сол жақ панельде көрсетілген құжаттар. Келісім шарттар. Оның ішінде жаңа құжат бөліміне кіруі қажет. Тізімде көрсетілген өтеулі қызметтер көрсету шартын таңдаңыз. Келісім шартты құрғыңыз келетін тілді көрсету үшін жоғарыда көрсетілген қазақша немесе орысша параметрін таңдаңыз. Келісім шартты құру үшін құжаттың үлгісін басыңыз. Келісім шарттың нөмірімен жасалған күні автоматты түрде қойылады. Біздің тараптан, яғни университет тарапынан қол қоюшы ректор автоматты түрде қалыптасқан. Контрагентті көрсетіңіз. Бұл келісім шарт көп жағдайда жеке тұлғамен жасалатындықтан жеке тұлғаны таңдаңыз. Төмендегі өрістен 3 нүктені басыңыз. Егер тұлға жүйеге тіркелген болса, фильтрға тұлғаның тегі мен атын немесе жеке сәйкестендіру номерін, ЖС-ен жазып іздей аласыз. Тіркелмеген жағдайда жеке тұлға жүйеге QR кодты EGOV мобайл қосымшасы арқылы сканерлеп тіркелуі тиіс. Фильтр арқылы іздеу жасалғаннан кейін тұлғаның алдында көрсетілген таңдау батырмасын басып, кейін лентада белсенді болған таңдау батырмасын басыңыз. Шарттың мәні өрісіне енгізген мәтін, келісім шарттағы орындаушы сөзінен кейін орналасатын болады. Сәйкесінше жазылатын сөйлемді мағынасына сай сәйкес етіп енгізуіңіз қажет. Келесі шарттың аяқталу күнін. Еңбекақы көлемін көрсетіңіз. Төлем түрін таңдаңыз. Бұл алдағы уақытта орындалған жұмыстар актісін автоматты түрде құруды қамтамасыз етеді. Төлем түрі ай сайын болған жағдайда келісім шарт құрылған уақыттан бастап аяқталу күніне дейінгі аралықтағы ай санына тең орындалған жұмыстар актісі автоматты түрде құрылатын болады. Келесі, өтеулі қызмет көрсету бойынша техникалық сипаттама өрісіне келісім шарттағы техникалық сипаттама сөзінен кейін тұратын абзацтағы сөйлемді енгізіңіз. Жұмыс түрін қосу үшін жаңа жұмыс қосу батырмасын басыңыз. Енгізіңіз жолын басып, орындаушы үшін көрсетілетін қызмет сипаттамасын. Қажет болған жағдайда басталу күнін. Аяқтау күнін. Көрсетілетін қызмет нәтижесін көрсетіңіз. Яғни тапсырма мен нәтиже міндетті түрде енгізілуі керек. Ал орындалу мерзімін көрсету міндетті емес. Сонымен қатар орындаушының диплом, түйіндеме, банк шоты туралы анықтама, яғни 20 таңбалы банк шоты және жеке куәлігін файл түрінде енгізіңіз. Таңдау батырмасын басып, құрылғыдан файлды таңдап, сақтау батырмасын басыңыз. Қате енгізілген жағдайда өшіру батырмасын басып, қайта жүктеңіз. Алайда бұл құжаттарды жүктеу міндетті емес. Барлық өрістер толтырылғаннан кейін сақтау батырмасын басыңыз. Қажет болған жағдайда қосымша батырмасын басып, ректорға арналған ұсынысты қоса аласыз. Ұсынысты менің өтімдерім модулінен құра аласыз. Деректер сақталғаннан кейін жіберу батырмасын басып, келісімге жіберіңіз. Ашылған келісуге жіберу терезесіне тұлғаларды енгізіп шығыңыз. Реттілік бойынша бірінші, орындаушы электронды цифрлық қолтаңба арқылы қол қояды. Кейіннен департамент директоры, басқарма мүшесі проректор, заң бөлімінің басшысы, талдау және жоспарлау басқармасының жетекшісі тек келісіп шығады. Соңғы кезекте басқарма төрағасы ректор электронды цифрлық қолтаңба арқылы қол қоюы тиіс. Барлық тұлғалар енгізілген соң жіберу батырмасын басыңыз. Келісім шарт статусы автоматты түрде келісуде болып өзгереді. Қалыптасқан келісім шартты көру үшін көру қосалқы бетіне өтіп көре аласыз. Келісім шарт статусы келісілді болған соң, орындаушы орындалған жұмыстар актісін құра алады. Қолданушы электронды цифрлық қолтаңба арқылы қол қою үшін жүйеге кіріп, оң жақ жоғарғы бөлікте көрсетілген хабарламалар батырмасын басып, сілтеме арқылы өтуі қажет. Құжатқа өту бетінен келісім шартты көре алады. Қол қою бетіне өтіп, EGOV мобайл қосымшасы арқылы QR-ды сканерлеп немесе электронды цифрлық қолтаңбасын пайдаланып қол қоюы қажет.